Жалғастырамыз. Еліміздің Бельгиядағы елшілігі Алматы облысы әкімдігінің қолдауымен Брюссельде Алатау әуендері шығармашылық ұжымының концертін ұйымдастырды. Мәдени кеш Қазақстан мен Еуропалық одақ арасындағы кеңейтілген әріптестік және ынтымақтастық туралы келісімнің 10 жылдығына және Нұрғиса Тілендиевтің 100 жылдық мерейтойына арналған. Құлансаз этнофольклорлық ансамблі шетелдіктерге ұлы дала сарынын жеткізіп, талантымен тамсантты. Алатау әуендер концерттік ұйымына қарасты Құлансаз этнофольклорлық ансамблінің ұжымы бұған дейін әлемнің үздік сахналарында талай өнер көрсеткен. Бірақ Брюссельге бірінші рет келіп тұр. Корольдік халқына құрмет ретінде өнер ұжымы атақты бельгиялық әнші Стромайдың әнін француз тілінде құйқылышта орындап, дегеннен ақ көптің ыстық ықыласына бөленді. Әлемдік деңгейдегі шығармаларда қазақ музыканттарының ұлттық аспаптармен шебер орындауы еуропалықтардың таңдайын қақтырды. Талғам биік тыңдарман күй тартысты тамашалап, әзілге сырға толы қазақ фольклорының тұнығына бойлады. Ерекше сезімде тұрмын. Бұрын естімеген музыкалық аспаптардың, бай тілдеріңіздің үнін естіп, мәдениеттеріңізбен жақынырақ танысып тәнті боп тұрмын. Кештің кереметтігі сонша, тұла бойым тітіркенді. Мың бұрала билеген бишілердің кәсіби шеберлігі, түрлі түсті костюмдердің сұлулығы да көпшілікті тамсантпай қоймады. Бельгиядағы қазақтар Шәмшінің, Нұрғиса Тілендиевтің әндерін қосыла шырқап, бір сәт елге деген сағыныштарын басқандай болды. Өзіміз көптен бері домбыраның күйін, бишілердің бұралған биін көрмей сағынып жүргенбіз. Тамаша болды. Елде болғандай керемет қуанышты сәтте тұрмыз. Үлкен рахмет барлығына. Концертте еуропалықтар да қазақша ән шырқап домбыра тартып көрді. Отандық дипломаттар да өз өнерін ортаға салды. Қазақстан қазақ мәдениет туралы жұмбақты шешкен шетелдіктерге ұлттық кәдесыйлар табысталды. Қазақ өнерін жоғары деңгейде насихаттаған музыканттарға еліміздің Бельгиядағы елшісі Роман Василенко алғысын жаудырды. 2 сағатқа созылған ән кешінен рухани ләззат алған көрермен қазақстандық таланттарға тік тұрып қошемет көрсетіп, Бельгияға, Еуропаға жиі сапарлауды өтінді. Нұрсұлу Қасым, Бауыржан Дүйсенбекұлы, Қазақстан ұлттық телеарнасы, Брюссель.